Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздермен осындай жыртылмайтын, сынбайтын, жұқа болып пісетін жұқпаның, яғни лаваштың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Рецепті өте жеңіл, ал ендеше бісміллә деп бастаймыз. Ең алдымен електен өткізілген 500 грамм ұнға осылай ортасын ашып алып, 1 ас қасық тұз, 3 ас қасық сұйық май құямыз. Және 250 мл қайнап тұрған су қосамыз. Қамыр ыстық болғандықтан силикондық күрекшенің көмегімен араластырамыз. Әрі қарай қолымыздың көмегімен әдемі қамырлаймыз. Жып-жылы, орташа жұмсақтықта осындай қамыр шығады. Міндетті түрде целлофан пакетпен жауып қоямыз. 10 минуттың ішінде қамырымыз дайын болады. Осылай майда көлемде бөліктерге бөлеміз. Пісілген қамырымызды дөңгелектеп барлығын формаға келтіріп аламыз. Барлық қамырларымыздың үстін целлофан пакетпен, оның үстін сүлгімен қамырымыз қаясып қалмау үшін жауып қоямыз. Бір шетінен алып, жұқа етіп қамыр жаямыз. Қамыр өте жұқа болғаны жақсы, шет-шетін жая отыра, осындай өзіңізге керекті формада қамырды жайып аламыз. Мен қазанда жасаймын, сондықтан көлемін кішілеу етіп алдым. Егер үлкендеу көлемде ыдыста жасайтын болсаңыздар, қамырды үлкендеу етіп алуға болады. Жайылған қамырды осылай бір ыдысқа қойып, барлығын қабат-қабат етіп, бірінің үстіне бірін қойып, бірақ қамырларымыз жабысып қалмауын қадағалаңыздар. Барлығын осылай жайып дайындап аламыз. Қамырымыз дайын, қазанымызды қыздырып, қамырларымызды кезек-кезекпен сала отырып пісіреміз. Шет-шетін ортасына апарып, бүкіл қамырларымыз көтерілгенше ортасына айналдырып отырып пісіреміз. Сіздердің алтын уақыттарыңызды алмау үшін 1-2 жұқпаны ғана пісіріп көрсетемін. Осылай жұқпамыздың барлығын пісіріп аламыз. Әрқайсысын ыстықтай беттеріне екі жақтан осылай сумен сүйкеп шығамыз. Онда біздің қамырымыз сынып кетпейді. Ыстықтай суды жағып болған соң сүлгіге салып, целлофан пакетке орап, тоңазытқышқа сақтап қоямыз. Егер соны дұрыстап жасасаңыздар, қамырларыңыз сынбайды. Жұқпаларымыз дайын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бұл жұқпалармен алдағы уақытта көптеген рецепттер түсіретін боламын. Сондықтан рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.